Бізде бұл екінші коробка. Бұл да біраз уақыт болды ашылмағанына. Бүгін қарайтын боламыз. Алып кеттік. Осындай мягкий игрушка. Ойыншықпен онша есімде жоқ ойнаған. Бұнымен ваннаға түссе күшті болатын сияқты. Так. Мынау есімде алма ойыншық. Мягкий резиновый игрушкалар. Вот тоже резиновая игрушка. Так, но кажется, антистресс ойыншық. Мынау бұл мысықтың үсті болу керек негізі. Есімде бұл. Бір иттің басы түсіп қалған, денесі сынып қалған екен. Мынау самолет, осы айналатын, ұшатын самолет болған. Астында айналдыратын бар, сонымен ұшады. Келесі бізде ежик, кіріп шешен. Ойыншықпен онша ойнамайтын. Так, мынау бізде типа киндер сюрприз, ішінде пистолет. Мячик, доп. Үрлеп ойнайтын. Так, келесі. Ол бізде қыздардың ойыншығы сияқты. Кімдің ойыншығы екенін білмеймін. Так, мынау бізде тоже ежик, кіріп шешен. Күшті ойыншық, мягкий. Так, келесі бізде мынау таспа. Таспаны білетіндер бар шығар, бәрі білетін шығар. Білмейтіндер болса, намаз оқитындарға керек. Жалпы намаз оқымасаң да пайдалануға болады. Так, келесі бізде ойыншық. Бізде балық. Келесі мынау. Бұны есімде жоқ, не екен. Келесі бізде бір ойыншықтың деталі. Тоже мягкая игрушка. Тоже мягкий игрушка. Келесі робот. Мынау роботпен де ойнайтын думыз. Так, келесі бізде солдаттар. Ішінде вертолет, солдаттар айда-майда осыны ойнайтынымыз. И мынау БТР ма, военный машина. Обычно осы екеуін бірге қосып ойнайтын тұғым. Жас кезінде, бала кезінде. Келесі бізде бас қалғанда. Так, бұл әлі істеп тұр ғой. Кімнің есінде осындай.